Армысына суылдым. Менің қазіргі жолдауым үндеу, не деп айтуға болады, ата-ана ретінде білім басқармасына, білім министрлігіне. Өздеріңіз жақсы білесіздер, келесі аптада демалысқа шығады оқушылар. 25-іне республика күні. Сонымен қазір БЖБ, ТЖБ деген, мен енді бірінші балам, одан кейін осы жыл 2-ші класс болғаннан кейін енді басымнан өтіп жатыр. Мүмкін басқа да ата-аналар бұрын өткен шығар бастарынан. Мен енді басымнан өтіп отқаннан кейін сол үшін осылай ролик жазып тұрған себебім. 10 деген 10 шкалалық ба, 10 деңгейлік балл деген баға деген қаяқтан алынған және не үшін? Мысалға, біз орыс тілді қазақпыз, қазақ сыныбын әдейі бердім. Әлі күнге дейін 10 деген бағаны тек орыс тілінен алады. Қазақ тілі, қазақ әдебиеті ары кетсе 8-9 деген балл алады. Ол не ол? Мұғалімнен сұрасам, 8-9-10 деген ол 5 деген дейді. Онда неге 10 қоймайсыңдар? Бұл қаяқтан келген бұндай бағдарлама, бұл қаяқтан келген бұндай білім, бұндай баланы бағалау. Енді қазір неге кіретін болсам, қазір мына суретін жасап кетем. 1-ші тоқсанға 5 деп шығарып қойыпты қазақ тілінен. 5 деген сонда не, 2 деген сөз бе? Сонда біздің үй тапсырмамыз, баланың тәрбиесі, сонда баланың жазған жаңағыдай бүкіл жұмыстары, баланың оқып келуі, жаттауы, жұмыстарды орындау, сонда оның бәрі ескерілмей, БЖБ, ТЖБ-да қанша алды, сол қойылама сонда. Сонда 2-ге жазса 90-ды бүкіл 1,5 ай оқығанын бәрін өшіріп тастап, сонда сол диктант болмаса бақылаудан алынған бағамен қойылама 90, онда бала мүлдем оқымайды онда. Мен бұрынғы сол 5, 4, 3, 2 сол бағаға қайтып келуін сұранам. 10, 9, 8, 7 деген ол миға сыйымсыз баға бар. Американың, Данияның өзінде A, B, C ары кетсе. Ояқта A, әнің екіншісі деген жоқ қой. A жақсы оқисың, B орташа, C төмен. Мынау не 10, 9, 8 ол 5, қанша 7, 6, 5 ол 4 деген. Не деген, не білмеймін, кәдімгі бала қазір мысалға оқысы келмейді. Мысалы қазір үй тапсырмасын жасап тастайын, жасағым келмейді дейді. Онда оқымақ қойық онда. Бәрібір 2 қоя салады екенсіңдер ғой. Одан кейін қазір 2-ші бөлім айтып кетсем, 100 теңге бересіздер 10 балға. Ол не? Неге 1000 теңге емес?